Сәлем достар! Бүгін біз үй жағдайында тауық етінен колбаса жасаймыз. Бұл колбасаның артықшылығы үй жағдайында жасалған халал өнім. Балалар сүйсініп жейтін болғандықтан үйде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: тауықтың 3 аяғы, сарымсақ, пияз және дәмдеуіштер қара бұрыш, паприка, тұз. Ең алдымен тауықтың етін сүйегінен ажыратып блендерге саламын. Жақсылап езіп аламыз. Енді чеснок давкаменен мына сарымсақ пиязды езіп қосамыз. Және мына дәмдеуіштерді қосамын. Барлығын қосып, тағы да айналдырамыз. Енді кезекте мына пищевая пленканы екі қабаттап, төсеп, салманы салып ораймын. Бұны қолымызбенен нығыздап алып, колбаса пішіндіге келтіреміз. Бұны 2 сағаттан кейін мұздатқыштан алып, бұны кесуге даярлап жатырмын. Кесіп көреміз. Менің жасаған колбасам, тауық етінен жасаған колбасам дайын. Ас болсын. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Осындай жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып қойыңыздар.